네, 안녕하세요. 지금 비게로스 бүгін бізде аватарка Сонгкаңмен бұл аватарка қаңтардың 23-інде жасалған. Бұл кезде мен Blackpinkті озвучка жасаған болатынмын. Сол кезде мен уәде бердім, что мен каждый апта видео шығаратын боламын деп, бірақ почти бір айдай жолып кеттім, өйткені менде получается, аватарканың тапсырыстары көп болды, және мен арасында демалыс алып тұрдым, сондықтан да бұны түсінуге болады деп ойлаймын. Негізі видеоға қарап отырсақ, ол өзі 44 минут алған екен. Мен негізі бір аватаркаға 3-4 сағат кетіремін. Ал бұл аватаркада менде идея жақсы болғандықтан ба, немесе өзімнің тобыма болғандықтан ба, білмеймін, неге Сонгкаң бізде жақында немесе одан алдында Милый дом шыққан болатын. Бұл дорама Netflix-тан. Бұл вебтун бар, вебтун негізі болған екен, сол вебтунға қарап олар дорама түсірген екен. Вебтунды мен оқып жатырмын, соңына дейін біткен жоқпын, өйткені маған дорамадағы кейбір әрекеттер өте түсініксіз болды, және де мен дораманың басын көрген кезде, мен оның басын ұмытып қаламын да, соңына келген кезде. Соңын сөйтіп сондай бірдеңелер болды, короче. В общем, мен вебтунды оқыған кезде өте шокта болдым, өйткені мен түсінбеген дорамадағы нәрселер вебтунда өте керемет жазылған, өте түсінікті жазылған. И дорамада бізде кейбір жаңадан адамдарды қосқан, персонаж деп қой. Персонаж дейік, персонаждарды қосқан екен. В общем, дорама вебтундан қарағанда өте керемет шыққан. Егер де кім вебтунды бірінші оққан болса, онда дорама оған біртүрлі болған шығар. Ал мен бірінші дораманы көрдім, содан кейін вебтунды оқыдым. Сондықтан да мен үшін вебтун кішкене басқаша лау, ал дорама одан керемет болған сияқты, дораманың идеясы. Білмеймін, сенде екінші сезон бола ма болмай, өйткені мен вебтунды соңына дейін оқып біткен жоқпын, менде бос уақыт шыққан жоқ. В общем, бұл суретті мен компанияның фотосетінен таптым. Компания фотосессия ұйымдастырған екен өзінің актерларына, и получается сол же Сонгкаңның да фотолары болған екен. Мен Сонгкаңның группасын ВК-да тауып алдым, ВКонтактеде. Сол жерден іздеп қараған кезде бірнеше күшті керемет, өте әдемі фотолар өте көп болды. И менің таңдауым осы 3 фотоға түсті. Жаңағы сіздер аватаркада көріп отырған мен жасап отқан фотоларға. В общем, мен үшін аватаркаға маған тапсырыс берген кезде мен всегда айтам, маған бірінші фото жіберіңіздер деп. Өйткені ең қиыны аватаркаға фото іздеу. И в общем, аватаркаға фото жіберген кезде бір концепциядағы 2-3 фотоны жіберген дұрыс. Өйткені әртүрлі концепциядағы фото бір аватаркаға келмейді. Но если концепция ұқсас болған болса, мысалы, бірдей киімдерде, бірдей түсті киімде болса, мысалы, екі бірдей қара түсті киімдерде болса, тоже можно. Егер де аватарка яркий болған қалсаңыздар, яркий түстер бар, киімдер бар, сондай яркий фоны бар, сондай аватаркаға суреттер жіберіңіздер. Если темный болған қалсаңдар, темный киімдер болған қалсаңдар, өйткені мен суреттің түсін таңдаған кезде мен бірінші киімге қараймын, фонға қараймын, шашына қараймын, көрсе қандай цвет болған, сол цветтерді қолданамын. Сондықтан да сурет қию, мына жерде сурет қию өте қиын әрине, өйткені кейбір жерінде бізде быстрое выделение оны қия алмайды, сондықтан да маған кейде өшіргішпен отыру керек болады. Мен әлі мучение жасағаным, J-Hope-пен аватарка жасағаным мучение болған екен. Оның суреті Twitter'дан селфи біреу түсірген фото болды да. Season greeting емес қой, бұл Winter Package болды ма? Содағы фото. Сонымен аватарка жасадым, маған екен сол фотоны жіберген болғандықтан мен сол фотомен аватарка жасадым. Получается, суретті мен сол видеоны потом саламын әлде, көресіздер, мен қалай күні бойы сол екі суретті өшіргішпен қиғанымды. Өйткені өшіргішпен қиюдың өзі жақсы, таза қиылады, бірақ оны ұзақ уақыт отыру керек болады. Сосын мен Сонгкаңға таңдағаным, мен негізі Дименмен істеймін деп ойлаған, менде тоже ол кезде уақыт болмай кетті, мен уже университет бітірдім, сондықтан да менде уже қазір кішкене боспын. Получается, жұмыс
Милый домды мен басында көрем деп ойлаған жоқпын. Негізі мен кейбір отрывогын көріп қалдым. Неден қазіргі нелерде драмалардың отрывоктары жүреді ғой всегда инстаграмда спойлер ретінде. Получается, менің сіңілім көріп отты оны телевизорда, и мен оны 9-10 сериясын көрдім. Басын көрген жоқпын, сразу 9-10 сериясын көрдім. Получается, мен оның соңын білдім. Бірақ маған соңын білген болсам да, басы өте қызық болды. Өйткені бұл неден пайда болды, қайдан пайда болды, не үшін пайда болды, соның бәрін білу керек болды. Егер Милый дом көрмесеңіздер, көріңіздер. 10 серия 40-50 минуттан сіздерге ұнайды. Точно, зомби, апокалипсис, оно много, короче. Сон Канг уже блестяще выполнил свою роль. И получается уже И Духён да болды. Гаун деді ма, сол тағы бір қыздың аты өте әдемі, нанға ұқсайтын қыз. Сон Гаун деді. Бірдеңе аты актерлар, күшті актерларды қабылдап алған, особенно маған Мафия ұнады. Мафияның рөлін ойнаған актерді мен қай жерден көрген есімде жоқ, бірақ мен оны бір жерден көргем. Получается, драмаға көріп жүрген жоқпын мен. Еще мен аватарка жасадым Нумен и истинный красотадағы фотолармен. Истинный красотадағы фотосет, прям фотолар өте аз болды, өйткені білмеймін неге екенін. И олар темный концептта болды. Сонда да менде аватарка темный концептте шықты. Сондықтан менде ол жерде өте қызық болған жоқ. Видео қанша болатынын білмеймін, өйткені мен өте ұзақ уақыт сөйлеп кеттім. В общем, получается, мен бұл жерде киіміне қарадым и жасыл цветті алдым. И фондар тауып алдым. Мен цвет пен фон іздеймін. Сосын фонды әр аватаркаға бөлек фондарды іздеймін. Негізі бүкіл мен фото іздейтін жер ол Яндекс пен Google. Яндекс картинки, Google картинки. Мен білмеймін бұлардың лицензиясы бар фотолар ма, лицензиясы жоқ фотолар ма. Бірақ мен оларды қолдандым. Надеюсь, маған штраф салмайды. В общем, аватарка осылай пайда болды. Мен тобыма 3 жыл болды, получается. Мен оны, жоқ, енді 2 жыл болды ма? 3 жыл енді болады, 3-ші жыл осы жазда болады. 2 жыл болған мен төлатқан жоқпын, өйткені менде уақыт жоқ. Өзіме аватарка жасай алмай қалған кез болды. Өйткені менің тобым бесплатно болды. Бесплатно болған кезде әрине мен қуанамын, маған сені тапсырыс бергендер үшін, бірақ бұл мен үшін өте қиын. Мен срокқа үлгермедім, сондықтан да бәрі бесплатно ештеңе жоқ. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Және де менде анбоксинг болады скоро. Мен хобборды түсіріп қойдым. Скоро менде Сеонның альбомы и альбомчика келеді. Сонда түсіремін. В общем, менің бірге болыңыздар, әлде мен бірге болыңыздар деген үміттемін. Назарларыңыз үшін рахмет. Аньян.